Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз өте жұмсақ, өте дәмді шарлотка пирогын дайындаймыз. 3 жұмыртқаны ыдысымызға салып, қантты 3-ке бөліп салып, жұмыртқамыз 2 есе көтерілгенше жақсылап миксермен шайқаймыз. Бөлме температурасындағы 50 грамм сары майымызды салып, 100 грамм сүтімізді құйып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Алманы 2 түрлі етіп кесіп аламыз. Біреуін сұйық массаға қосамыз, оны 4 бөлшектетіп, мен үстіне 1 қасық қант ұнтағын қостым. Сіздер қант қоссаңыздар болады. Екіншісін жарты ай тәріздес етіп, онымен бетін сәндейтін боламыз. Миксермен жақсылап араластырып болған соң, 200 грамм ұнға 10 грамм қопсытқыш, яғни разрыхлительді қосып, қасықпен еліктің ішінде жақсылап араластырып аламыз, және ұнды 2 бөліп қосамыз. Ұнымызды қосқан кезде жан-жағындағы шашырап кетпес үшін бірінші қозғап аламыз жай ғана, одан кейін барып миксерлейміз. Осы массамызға ұсақтап туралған алмамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Бір кергетіп араластырамыз. Формамызды дайындап аламыз. Формаға пергамент қағазын төсеп, осылай сұйық массамызды құямыз. Жақсылап тегістейміз. Сосын осы жарты ай тәріздес алмамызды роза гүлге ұқсатып, осылай сәндеп шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Егер пештеріңіздің қызуы жоғары болса, 170 градуста пісірген жөн. Себебі беті күйіп кетуі мүмкін. Оның дайын болғанын шпажка таяғымен тексереміз. Бетіне қант ұнтағын сеуіп, жан-жағын пышақпен ажыратып аламыз. Жасап көруге кеңес беремін. Өте жұмсақ және 2 есе көтеріліп, өте дәмді болып шығады. Алманы жақсы көретіндер үшін таптырмайтын десерт. Баршаңызға ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған Таңшолпан. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет.